Саламатсыздар ма балалар? Дыбыс және әріп тақырыбы аясындағы кезекті сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен өткенді еске түсіріп алайық. Берілген сұрақтарға жауап бер. Қазақ әліпбиінде неше әріп бар? Дыбыс нешеге бөлінеді? Дауысты дыбыс нешеу? Дауыссыз дыбыс нешеу? Дауысты дыбыстың өзі нешеге бөлінеді? Дұрыс айтасыздар балалар. Дыбыстар екі үлкен топқа бөлінеді: дауысты және дауыссыз. Ал дауысты дыбыстардың өзін екі топқа бөлеміз: жуан дауысты дыбыстар және де жіңішке дауысты дыбыстар. Ал дауыссыз дыбыстарды үнді, ұяң, қатаң деп үш топқа бөлеміз. Осыларды есіңде сақта. Оқулықпен жұмыс. Оқулықтағы 103-ші беттегі 22-ші жаттығуға назар аудар. Берілген өлеңді мұқият оқып шық және де сұрақтарға жауап беріп көр. Үшінші жаттығу. Өлеңнің қатесін түзеп жаз және де майдангер сөзіндегі дауыссыз дыбыстардың түрлерін ажырат. Төртінші жаттығуға назар аудар. Мақалды оқып, мағынасын түсіндір. Х дыбыстарының бар сөздерді ата. Олардың айтылуы мен жазылуын есіңе түсір. Ендеше қосымша тапсырмаларға кезек берейік. Өз орнын тап ойына. Бір буынды сөзді бір бағанға жаз. Екі буынды сөзді екінші бағанға жаз. Ал үш буынды сөзді үшінші бағанға жаз. Келесі сөз жұмбақты шешіп көрейік. Сан есімге байланысты мақал-мәтел жаз. К әрпіне анаграмма жасап көрейік. Яғни, берілген сұрақтарға жауап бересің, ал жауабың К әрпінен басталуы тиіс. Жақсы балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасына 25-ші жаттығу. Сау болыңыздар.